Сәлеметсіңдер ме, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Математика пәні 141-ші сабақ. Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді бар өрнектерді салыстыру. Жұлдыздар және галактикалар. Пысықтау. Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстырасың. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бөлшектерді өз суретімен орналастырсаң, біздің галактиканың атауын білесің. Галактика құрамына күн жүйесі енетін алып аумақты жұлдыздық жүйе. Кітабымыздың бірінші тапсырмасында сендерге бөлшектер берілген. Сол бөлшектерді өз суретімен орналастырсаңдар, галактиканың атауын білесіңдер. Ендеше кәне балалар, барлығымыз бірге отырып, бөлшектерді өз суретімен орналастырып көрейік. Бірге отырып тексереміз. Кәне оқушылар, жауаптарын бірге отырып тексеріп көрейік. 20-да 1, 20-да 3, 20-да 6, 20-да 8, 20-да 9, 20-да 11, 20-да 13. Галактика атауы қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар. Құс жолы. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. 25-те 13, қосылған 25-те 2, қосылған 25-те 3. Бәріне ортақ бөлім 25 болғандықтан 25-ті жазып қоямыз. Енді алымдары 13-ке 2-ні қосамыз, 15, 15-ке 3-ті қосамыз, 18-ге тең болады. Келесі өрнекті оқимыз. 34-ке 19, азайтылған 34-ке 6, қосылған 34-ке 3. Яғни, бәріне ортақ бөлім 34 болғандықтан 34-ті жазамыз. 19-дан 6-ны аламыз. 13, 13-ті 3-ке қосамыз. 16 болады. Келесісін оқимыз. 90-да 7, қосылған 90-да 55, қосылған 90-да 5. 90-ның өзін жазып қоямыз. 7-ге 55-ті және 5-ті қосамыз. 67-ге тең болады. 40-та 23, қосылған 40-та 5, қосылған 40-та 1. 40-тың өзін жазып қоямыз. 23, 5 және 1 сандарын қосамыз. 29-ға тең болады. Ары қарай 80-де 63, қосылған 80-де 15, азайтылған 80-де 9. 80-ның өзін жазып қоямыз. 63-ке 15-ті қосамыз. 78, 78-ден 9-ды азайтамыз. 69-ға тең. Келесі өрнегіміз біздің жақшалы өрнек. 145 жақша ішінде 20, қосылған 145-те 18, қосамыз 145-те 29-ға. 145-тің өзін орында жазып қоямыз. Жақша ішінде 20-ға 18-ді қосып аламыз. 38, 38-ге 29-ды қосамыз. 67-ге тең болады. Жауаптарын тексеріп көрейік балалар. Барлығымызда осылай шығарып жатырмыз ба? Жарайсыңдар. Оқулығымыздағы 4-ші тапсырма өзіндік жұмыс ретінде беріліпті. Өрнектерді салыстырып көрейік кәне балалар. Барлығымыз бірге отырып шығарайық. 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықта және өрнектердің мәнін есепте. Жақша ішінде 864 қосылған 159, көбейтілген 28 қосылған 18258. Нешеге тең? Бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші қай амал орындалады? Жақшаның іші бірінші орындалады екен. Екінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Екінші көбейту амалы орындалады. Үшінші қосу амалы орындалады екен. Ендеше кәне балалар, өзіміз орнымызға отырып есептеп көрейік. 864 пен 159-дың қосындысы қаншаға тең болады?
Дұрыс айтасыңдар. 1023-ке тең. 1023 пен 28-дің көбейтіндісі 28644-ке тең. 28644 пен 18258-дің қосындысы тең 46902-ге. 46902-ге тең болады балалар. Енді балалар осылы есептерді, өрнектерді ары қарай өзіміз орнымызда отырып, әсін, бұсын және всын орнымызда отырып шығарып көрейік. Ғарыш айлақта алаңқайларды көгалдандыру үшін 72 килограмм тұқым себілді. Бір алаңқайдың ауданы 220 квадрат метр, ал екіншісінікі 380 квадрат метр. Егер әр квадрат метрге себілген тұқымның мөлшері бірдей болса, әр алаңқайға неше грамм тұқым қолданылды? Шешуі: 1 квадрат метр жерге егілетін тұқымның мөлшері. Ол үшін 72 мыңды бөлеміз, жақша ішінде 220 қосылған 380. 220 мен 380-ді қосып алайық. 600-ге тең. 72 мың мен 600-дің бөліндісі қаншаға тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар, 120-ға тең болады екен. Яғни 120 1 квадрат метрге жерге егілетін тұқымның мөлшері екен. Енді бірінші алаңқайға себілетін тұқымның мөлшерін табу үшін 220-ны 120-ны көбейтеміз. Яғни 220 мен 120-ның көбейтіндісі қаншаға тең? Дұрыс айтасыңдар, 26400-ге тең болады. 26400-ге тең болады екен балалар. 26400 грамм, яғни ол 26 килограмм 400 граммға тең. Екінші алаңқайға себілетін тұқымның мөлшерін табу үшін 380-ді көбейтеміз 120-ға. 380 мен 120-ның көбейтіндісі 45600-ге тең болады екен. Жарайсыңдар балалар, 45600-ге тең болады екен. Яғни 45 килограмм 600 граммға тең. Жауабы: бірінші алаңқайға қанша килограмм? Яғни 26 килограмм 400 грамм. 400 грамм. Ал екінші алаңқайға 45 килограмм 600 грамм. 600 грамм тұқым қолданылған екен. Жарайсыңдар балалар, есепті біз дұрыс шығардық. 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Құлыптың кодтық шифры 2 таңбалы сан. Арман кодты ұмытып қалды, бірақ осы санның цифрларының қосындысы мен олардың көбейтіндісінің қосындысы сол санның өзімен тең болатын есінде. Арман құлыпты тезірек ашу үшін кодтың барлық мүмкін нұсқасын жаз дейді. Ендеше балалар, кодтың цифры қаншаға тең болады екен? Біз өз нұсқаларымызды жазып көрейік. 19, яғни 1 мен 9-дың қосындысы 10, қосамыз 1 мен 9-дың көбейтіндісі 9. Яғни 10-ға 9-ды қосатын болсақ, балалар қаншаға тең болады? 19. Ендеше арманның коды қаншаға тең болған екен? 19-ға тең болған екен. Балалар, жарайсыңдар, есептерді өте жақсы шығардық. Бүгінгі сабаққа бәріміз жақсы қатысып отырдық. Үйге тапсырма, 10-шы тапсырма. Салыстырып, өрнектерді салыстырамыз.